Мысырдан көшіп шығу 5-ші тарау. Бұдан кейін Мұса мен Харон Перғауынның алдына барып, оған былай деді: Израильдің сыйынған Құдайы жаратқан мынаны айтады: менің халқымды жібер. Олар айдалаға барып, маған арнап мейрам өткізсін. Алайда Перғауын, мен айтқанына құлақ асып, израильдіктерді жіберетіндей жаратқан деген кім? Мен жаратқан білмеймін де, Израиль халқын жібермеймін де, деп жауап қатты. Бірақ екеуі, бізге израильдіктердің Құдайы аян берді. Енді 3 күндік жердегі айдалаға барып, Құдайымыз жаратқан арнап құрбандық шалуға рұқсат етіңіз. Әйтпесе, ол бізді індетпен не соғыспен жазалайды, деп нық айтты. Ал Мысырдың патшасы: Мұса, Харон, неге халықты арандатып, міндеттерінен алаңдатасыңдар? Өз жұмыстарыңа қайтып барыңдар, деп бұйырды. Ол: елдеріңнің халқы тым көп, ал сендер оларды жұмыстарынан қалдырып, демалдырып тұрсыңдар, деп те наразылығын білдірді. Сол күні Перғауын елдегі құл айдаушылар мен бақылаушыларына арнап мынадай әмір берді: бұдан бұлай израильдіктерге кірпіш құю үшін бұрынғыдай сабан бермеңдер. Өздері барып жинап әкелетін болсын. Алайда олардың бұрынғы мөлшердегідей кірпіш құюларын талап етіп, қажетті кірпіш санын еш кемітпеңдер. Олар жалқау, сондықтан да біз барып Құдайымызға арнап құрбандық шалайық, деп айғай салып жүр. Жұмыстарын қиындатыңдар. Олар құр сөздерге ден қоймай жұмыс істесін. Құл айдаушылар мен бақылаушылар барып, халыққа жар салып: Перғауынның әмірі мынау: бұдан бұлай сендерге сабан берілмейді. Қайдан тапсаңдар, одан табыңдар. Сабанды өздерің барып жинаңдар. Алайда құятын кірпіштеріңнің саны кемітілмей, сол күйінде қалады, деді. Сонда халық Мысырдың түкпір-түкпіріне тарап, сабан орнына орылған егістіктерде қалған сабақтарды жинаумен айналысты. Құл айдаушылар халықты күнделікті атқарған жұмыс көлемдерін сабанмен қамтамасыз етілген кезегідей болсын, деп қыспақтай берді. Олар өздері тағайындаған израильдік бақылаушыларды: неге сендер кешеде бүгінде кірпіш мөлшерін бұрынғыдай етіп өткізбедіңдер, деп соққының астына алды. Сонда израильдік бақылаушылар Перғауынның алдына барып: тақсыр, құлдарыңызға неге бұлай істейсіз? Бізге сабан берілмейді, алайда кірпіш құю талап етіледі. Міне, құлдарыңызды ұрып соғады, бірақ бәріне кінәлі өз халқыңыз, деп жалбарынды. Бірақ Перғауын: жоқ, сендер еріншек, жалқаусыңдар. Сондықтан да біз барып жаратқан арнап құрбандық шалайық, дей бересіңдер. Барыңдар, жұмыс істеңдер, сабан берілмейді. Ал кірпіштің тиісті санын бәрібір дайындап өткізуге міндеттісіңдер, деп кесіп айтты. Күнделікті дайындалуға тиісті кірпіш санын еш кемітпейсіңдер, деген үзілді кесілді сөздерден израильдік бақылаушылар халдерінің мүшкілдігін ұқты. Олар Перғауыннан шығып келе жатқанда өздерін күтіп тұрған Мұса мен Харонға жолығып: жаратқан сендерге назар салып үкімін шығарсын. Өйткені сендер бізді Перғауын мен оның нөкерлерінің алдында сасық нәрседе жиренішті еттіңдер. Көзімізді құрту үшін олардың қолдарына қару ұстатып қойдыңдар, деп бұларға кінә артты. Содан Мұса қайтадан жаратқан сыйынып: уай ем, бұл халықты осыншама азапқа неліктен душар еттің? Мені не үшін жібердің? Мен Перғауынға барып, сенің хабарыңды жеткізгеннен бері ол халықты бұрынғыдан бетер азапқа салып келеді. Ал өзің халқыңды құтқарамын дегенмен құтқармадың, деп налыды.